Сәлем достар, сіздермен Жаннұр. Бүгін сіздермен мінсіз шоколадты бисквиттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен міндетті түрде бисквитті жасап көріңіздер. Бізге керекті құрамның мөлшерін описанияға жазып кететін боламын. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді салып араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз және оның үстіне қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Уақыттарымызды аямаймыз, шамамен 15-17 минуттай миксерлеуіміз керек. Бұл этапта жақсылап миксерлейтін болсаңыздар, онда сіздердің бисквиттеріңіз өте биік болып, жақсы болып шығады. Жұмыртқалы массамыз бізде көлемін 2 есе ұлғайтып және ағарғанша дейін осылай миксерлеп алдым. Енді үстіне сүт және сұйық майды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыздың да сүтіміздің де ешқайсының температурасы маңызды емес, кез келгені жарай береді. Енді бұл массаға құрғақ ингредиенттерімізді салатын боламыз. Мұнда бізде ұн, какао және қамыр қопсытқыш үшеуін міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Енді миксермен араластырмаймыз, осындай силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төменге қарай бір бағытта араластырамыз. Лопатканы асты жағынан алып көтеріп, осылай тексереміз. Ұн болмауы керек. Тексеріп болғаннан кейін духовкамызды қыздыра береміз, 150 градуста қыздырамыз. Форманы жақсылап фольгамен орадым және астына пергамент қойған болатынмын. Менде бұл форма 22 диаметрде. Мен бұл бисквитті 150 градуста 60 минутта пісіремін. Сіздердің духовкаларыңызға байланысты пісуі мүмкін. Міне осылайынан тексеріп аламыз. Батырған кезде шпажкамыз бізде құрғақ болып шығуы керек. Кішкене суығаннан кейін жан-жағындағы фольгаларды алып босататын боламыз. Пісіп жатқан кезде алғашқы 30 минутта мүлдем духовканы ашуға болмайды. Әйтпесе біздің массамыз көтерілмей қалуы мүмкін. Енді торды қоятын боламыз. Бұны сіздер кәдімгі духовканың торын да алсаңыздар болады. Кішкене суыған жаңағы біздің бисквитімізді үстіне аударамыз да фольгасын алып тастаймыз. Бұл бисквит енді өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде бұны кейін бөліктерге бөліп тортқа қоссаңыздар болады. Тор бізде бисквитіміз түзу болу үшін керек. Осылай шамамен 6,5-7 см шықты біздің бисквит. Суыған бисквитімізді холодильникте сақтауымызға болады. Содан кейін барып кессеңіздер, онда шашылмай жақсы кесіледі. Менің каналыма тіркеліп, қасында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіздер, сонда мен түсірген барлық видео сіздерге келіп отырады.